Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін белгілі түрік кино актері желді Ветреный сериясындағы әдемі Миран Асланбейдің рөлімен көпшілікке таныс Акын Акнезю жайлы айтатын боламын. Актер мектеп кезінде артық салмақтан ауырды. Ол Америкадағы оқуын актерлық салаға ауыстырам дегенде әкесі ренжігені соншалық телефонын сөндіріп тастаған. Кино үйлестірушісі актерге маскүнемділік, түсірілімді бұзу кәсіпқой емес деп айып тақты. Актер мүмкіндік болса, Мерлин Монромен кешкі ас ішкісі келетіндігін жасырмайды. Енді осы және басқа ақпараттарды баяндайтын боламын. Қазақша каналымды қолдап, подписаться бастырмасын басып, жазылып қоюды ұмытпаңыз. Бірде актерге қалай бақытты болу керектігі туралы күрделі сұрақ қойылғанда, ол философияның үлкен жанкүйері екенін білдіріп, Дельфидегі ежелгі грек Аполлон ғибадатханасының қабырғасында өзіңді біл деген ежелгі сөзге сілтеме жасады. Бақыт формуласы шыдамдылық пен тұрақты дамудан құралған. Адамның өмірі бір сәтте өзгеруі мүмкін екенін айтты. Жеке өзі бұл матрицаны қайта көргеннен кейін ол актер болуды шешкен. Актер 1990 жылы 22 қыркүйекте Түркияда Анкара қаласында дүниеге келген. Оның анасы, атасы ТРТ-дегі ең алғашқы тележүргізушілердің бірі болған. Анасы Өзлем фильмдер мен сериалдарда белсенді ойнаған, ал әкесі Тамердің өнерге ешқандай қатысы жоқ және мейрамханаға иелік етіп бизнеспен айналысқан. Бала алдымен анасының ісін жалғастыруды ойлаған жоқ, нақты ғылымдарға көбірек тартылды. Сондықтан математикаға баса назар аударған. Тед Анкара колледжінен шыққаннан кейін жас жігіт ақш-қа көшіп, Калифорния университетіне оқуға түсіп, қолданбалы математиканы оқуды қолға алды. Мен ақш-қа әлемнің беделді жоғары оқу орындарының бірінде оқуға бардым. Бірақ қазір өткенге көз жүгіртсем, мен жоғары білімнен гөрі көп нәрсе алғанымды түсінемін. 17 жасымда отбасын тастап, әлемнің екінші шетіне мүлдем басқа мәдениеті бар елге көшкеннен кейін, мен актерлік мансабымда жетістікке жетуге көмектескен батылдық пен жетілуді таптым, деді көпшіліктің сүйіктісі. Дәл сол жерде студент актер болғысы келетінін түсінді. Оны Киану Ривз ойнаған аңызға айналған Матрица фильмі итермеледі. Ол жаңа мүмкіндіктер мен көкжиектерді ашты және көптеген жекпе-жек көріністерінің артында терең философия барын түсінді. Университеттің театр студиясының қойылымдарына жиі қатысатын жігіт, мен әкеме математиканы өнерге ауыстырғым келетіні туралы хабарлағанымда, ол жай ғана бейне қоңырауды өшіріп тастады, деді. Мен оны қазір түсінемін. Біз білімге инвестиция салып соңына жеттік. Әрине, ол менің шешімім, әсермен қабылдануы мүмкін деп қорықты, деді актер. Бірақ жас жігіт өзінің мінезінің беріктігін көрсетті. Бұл болашақта оған таңдалған өнерде пайдалы болды. Осы арқылы ол әкесінің құрметіне ие болды. Нәтижесінде ашуды мейірімділікке ауыстырды. Кино мансап 2014 жылы Словения мен Хорватияның бірлескен өндірісінің Азраиль фильміне қатысуымен басталды. Ол эпизодта тек ондық ретінде шыпылықтағанына қарамастан, актер бұл жұмысты әлі күнге дейін мақтанышпен еске алады. Отанына оралған жаңадан келген әртіс керемет ғасырдың түсірілім алаңына түсті. Көсем империясы сериалда Сұлтан Иван Алидің әскеріне шақырылған адамды ойнады. Актер Эбра Шахинмен кек алудан туған махаббат туралы ертегілердің премьерасынан өтті. Олар қазіргі Ромео мен Джульетта туралы әңгіме Түркияда да шетелде де сәтті болды. 100-ден астам ел оны көрсету құқығына ие болды және басты рөлді орындаушыға көптеген марапаттар берілді. Сонымен ол бірнеше номинациялар бойынша ең әдемі актер, алтын линза және үздік драмалық актер және тағы басқа марапаттарға ие болды. Түрік секс символының жанкүйерлері Миран Асланбей мен Рейянның қарым-қатынасы туралы мелодраманың аяқталғанына ұзақ уақыт бойы ренжіген жоқ. Шынында да бірнеше айдан кейін жаңа менің тағдырымның ойыны қол жетімді болды. Онда актер қайтадан орталық кейіпкерлерінің біріне айналды. Желді телехикаясында ғашықтарды сенімді бейнелегені соншалық көрермендер актерлар арасында тек жұмыстық қарым-қатынастан гөрі көп нәрсе бар деп шешті. Алайда әріптестердің өздері мұндай қауесеттерді бірнеше рет жоққа шығарып, олардың арасында тек іскерлік қарым-қатынастың барын жеткізді. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында жас жігіттің Аслан отбасы серіктесі Бурджу Озбергпен қысқа уақыт кездескені туралы жарияланымдар болды. Шын мәнінде атақты актердің жеке өмірінің
фильмнің басты кейіпкері ұзақ уақыт бойы 180 сантиметр Сандра болды. Ол ақштағы студент кезінде танысқан және оны алғашында тек достық байланыстырған әріптесі еді. Актердің таңдауы армян тамыры бар америкалық әйел. 1995 жылы Стамбулда дүниеге келді. Ол мектепті бітіргеннен кейін жергілікті техникалық университетке экономика факультетіне оқуға түсті. Ол екінші жоғары білімін мұхиттың арғы жағында Нью-Йорк мемлекеттік университетінде алды. Журналистер жұптарды бірнеше рет үйлендірді. Алдымен 2020 жылдың жазында, бірақ сұхбатында актер әлі ресми некеге тұрмағанын мәлімдеді. Содан кейін 2020 жылдың басында бәрін білетін папараццалар сол қолында неке сақинасы бейнеленген суретін көрсетті. 2022 жылдың қазан айында актердің кино қоржыны Тұзақ сериясымен толықты. Оның жаңа сериялары келесі жылы шықты. Бұл жобамен танысып үлгергендер оның кек алу туралы екенін айтты. Бірақ актердің өзі бұл жұмыс бірінші кезекте әділеттілік туралы екенін жеткізді. Менің ойымша, бұл әңгімеде тек әділеттілікті іздеу үшін қолданылатын эмоционалды көріністі білдіреді, деді актер. Актер өзінің өмірдегі екінші есімін Сурияның атасы Арынның құрметіне алды. Актер мүмкіндік болса, Мерлин Монро мен Мерил Стриппен кешкі ас ішкісі келетіндігін мойындайды. Мектеп кезінде актер артық салмақпен ауырды, бірақ содан кейін ол одан мүлдем арылды. Кейінірек жігіт ол өзінің денсаулығы мен сыртқы келбетін күте бастады. Спорттық жаттығулар мен сау тамақтану арқылы өзін тәртіпке келтірді. Танымал желді сериясын жасау өкінішке орай тіпті полицияға жүгінуге әкелетін жанжалдарсыз болған жоқ. Кинокомпанияның бас үйлестірушісі Суат актерді маскүнемдік, түсірілімді бұзу, дебоширлік және кәсіпқойлық емес деп айыптады. Атақты актерға қатысты ойларыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Құрметті көрермен, каналым ұнаса, алдағы уақытта да жіберіп алмау үшін подписаться бастырмасын басып, лайк басып, қазақша каналымды қолдап отырыңыздар. Алда көптеген жұлдыздардың өмір жолдары баяндалатын болады.